Сәлем достар, бүгін мен сіздермен өте дәмді болатын гүлханум тағамын дайындайтын боламын. Яғни өзімнің дайындау әдісімен бөлісетін боламын. Бұл тағамды түскі асқа немесе кешкі асқа дайындасаңыздар өте тойымды тағам. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Және видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамыр илеуіміз керек. Ол үшін ыдыстағы ұнға тұзды салып араластырамыз. Үстіне жұмыртқаны құямыз және жылы суды аз-аздан құйып қамыр илейміз. Қамырды жақсылап орташа қылып илеп алып, бетін жауып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Енді салмасына ұсақтап туралған сиырдың етіне тұз, қарабұрыш, паприка және пиязды, қырыққабатты ас көкті турап салдым. Соңында сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Енді 15 минуттан кейін қамырды алып, шұқалап жаямыз. Қамыр жабыспау үшін ұн сеуіп аламыз. Осылай жұқалап жайып, үлкен күлше шығарамыз. Күлшенің жиектерін қайырып кесіп алып, қамырды төрт бұрыштап аламыз. Достар, рецептің құрамын сипаттама бөлімінен көре аласыздар. Одан кейін қамырды шетінен ұзыншалап кесеміз. Салмасын осылай араластырып дайындап алдым. Әр қамырға осылай салмасын салып шығамыз да, екі бүктеп алып, оны ішке қарай орап гүл тәрізді жасаймыз. Қамырдың жиегіндегі қиындыларында орап жібереміз. Енді қазанға сұйық май құйып, көкөністерді қуырамыз. Мен көкөністерді алдын ала жуып тазалап турап алдым. Бірінші қызған майға пиязды салып бір араластырып аламыз. Одан кейін сәбіз салып қуырамыз. Бір араластырып жіберіп, артынша картопты саламыз. Және езілген қызанақты салып қуырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай көкөністерді көп қуырмаймыз. Қазанның астындағы отын басып, жаңа дайындаған гүл мантының бәрін шетінен үстіне қойып шығамыз. Одан кейін жылы су құйып, астындағы отын қаттыға қою керек. Бір қайнаған соң астын басып 45 минут бетін жауып бұқтырамыз. Пісіп дайын болғанша бетін осылай жауып қоюымыз керек. Мінекей достар, 45 минуттан кейін гүл мантымыз пісіп шықты, гүлханум тағамымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болады. Достар, сіздер де дайындап көріңіздер. Сіздерге ас болсын.
егер де видео рецептім ұнап жатса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айнұр, бәріңізге сәттілік.